Достар, егер өзіңіз аурушаң болып, көп ауыра берсеңіздер, және балаңыз да қайта-қайта ауырып аурушаң болса, онда мына экстракт листьев оливы сізге көмекке келеді. Менің парақшама тіркеле кетіңіздер, мұнда өте көп жақсы ақпарат болады. Экстракт листьев оливы бұл олив жапырақтарының сығындысы. Таңертең аш қарынға 20 үлкен адамға, міне 35-40 қайнамаған жылы суға 20 капля, 20 тамшы үлкен адамға, ересек адамға, ал балаларға дозасын кішірейтуге болады. Баланың жасына байланысты 5 капля немесе 10 каплядан, кішкене үлкенірек бала болса. Бұл экстракты не үшін ішеміз? Адам иммунитетін көтереді. 3 ай бойы жалпы адамның ауырғаны ол организмде микроэлементтердің жетіспеуі және әртүрлі токсиннің көп болуы. Сонымен қатар шектегі құрттардың көбеюінің салдарынан болады. Сондықтан ағзаны тазалау керек. Ол үшін осы экстракт листьев оливы көмектеседі. Ішті тазалау үшін, ағзаны тазалау үшін, өзіңізге де балаларға да. Мына каталогта тұрған жидкий прополис, мына экстракт оливы плюс, экстракт оливы, экстракт листьев оливы плюс. Және балалардың жөтелуін басатын тимьяновая вода, жебір сусыны өте жақсы көмектеседі. Бұл қоспалар біздің ағзамызды тазалайды. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ал енді мына жерде тұрған артқы планда бұл бақбақ жапырақтары және тысячелистник. Еңбекшіқазақ ауданына барғанда мен таза жерден алып келіп, қараңғы жерде өзіме кептіріп жатырмын. Шай орнына ішемін.